Бүгінгі тақырыбымыз молекулалық физика. Молекулалық физикада ең маңызды физикалық шама температура болып табылады. Температура дегеніміз не? Температура деп жүйе молекулаларының жылулық қозғалысының интенсивтілігін сипаттайтын физикалық скаляр шаманы айтамыз. Қараңыздар, бұл жерде скаляр, яғни температураның бағыты жоқ. Скаляр деген тек сандық мәнді білдіреді. Интенсив деген не? Интенсив дегеніміз молекулалардың қозғалысын сипаттайды. Тез қозғалып жатыр, жай қозғалып жатыр, жылдамдықтары аз, жылдамдықтар көп, соны білдіретін шаманы температура дейді екенбіз. Енді температураның қалай өлшейміз, қандай шкалалары бар? Ең көп танымал ол Цельсий шкаласы, күнделікті өмірде қолданамыз. 0 градус, 100 градус деп. 0 градуста білесіздер, суымыз болып қата бастайды. Қатады. 100 градуста су қайнай бастайды. Осыны негіз ретінде қабылдаған Цельсий. Және сол кісінің атында Цельсий шкаласы болып қабылданып қалған. Бірақ зерттеулерде, зертханаларда физика есептерін шығарған кезде қолданатын шкаламыз ол Кельвин. Кельвин негіз ретінде абсолюттік 0 температурасын алған. Соны 0 деп атаған. Ал температурамен есептеген кезде ол білесіздер, Цельсий градусымен есептеген кезде ол минус 273 болып табылады. Сондықтан Кельвин мен Цельсийстің арасында мынандай байланыс бар. 273 деген санды Цельсийсқа қосатын болсақ, Кельвин шығады екен. Температура өзгергендіктен денелердің өлшемділіктері өзгереді. Мысалы, қатты дененің температурасын көбейтсек немесе азайтсақ, оның ұзындығы да ұзарады немесе қысқарады. Температурасы көбейсе, ұзындығы ұзарады, температурасы азайса, ұзындығы қысқарады екен. Соны сызықтық ұлғаю дейміз. Ол мынандай теңдеумен беріледі. Жаңа ұзындығы температура өзгергеннен кейінгі ол тең болады. Бастапқы ұзындығы көбейтеміз, жақша ішінде бір қосылған альфа көбейту дельта т. Альфа дегеніміз ол дененің сызықтық ұлғаю коэффициенті. Бұл әрине материалдың, дененің қандай заттан жасалғанына байланысты болады, яғни химиялық қасиетіне байланысты деп айтсақ болады. Дельта т деген температураның өзгерісі, яғни дельта т-ны былай жазсақ болады. Соңғы температура азайтылған бастапқы температура деп айтсақ болады. Дельта т тең болады т2 азайту т1, немесе соңғы температура азайтамыз бастапқы температура деп айтсақ болады. Осыны өзгеріс деп атаймыз. Енді молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидалары. Бұл жерде өте маңызды 4 қағидасы бар. Ең маңызды деген соларды жақсы білуіміз керек. Молекула кинетикалық теория. Біріншісі, барлық денелер атомдардан құралады. Яғни кез келген зат ол атомдардан құралады екен. Атомдар деп заттың ең кішкентай бөлінбейтін бөлшектерін атаймыз. Оны бәріміз білеміз. Ең кішкентай бөлшегін атом деп атаймыз. Екінші қағида. Атомдар үздіксіз ретсіз қозғалыста. Үздіксіз қозғалыста, ұмытпаңыздар. Және ретсіз. Ретсіз деген бұрауындық қозғалыс дейміз ғой. Соқыр қозғала береді. Атомдарда өзара бір-біріне тартатын күштер бар. Екі атом болса, екі планета сияқты, екі ғаламшар сияқты, екеуі бірін-бірін тартады екен. Бірақ өте қатты жақындап кеткен кезде олар бірін-бірін тебеді. Жаңағы бильярд шарлары сияқты жақындаған кезде, бірін-біріне соқтығысқан кезде екі жаққа кетеді. Дәл сондай атомдарда өте қатты жақындаған кезде бірін-бірін теуіп жібереді екен. Бірақ аралар алыс болған кезде керісінше бірін-бірін тартады. Бұл екінші қағида. Келесі қағида, екі немесе көп атомдардан тұратын заттың өте кішкентай бөлшектері молекулалар деп аталады. Яғни молекула атомнан кіші болып саналады. Екі немесе көп атомдан тұратын болса, оның кішкентай бөлшегі молекула деп атайды екенбіз. Төртінші қағида, атомдардың және молекулалардың қозғалысы, олардың өзара әрекеті механика заңдары арқылы суреттелінеді. Яғни атомдардың қозғалысын, соқтығысын, оның бәрі механика заңдарымен есептеуге болады. Яғни энергиясы сақталынады, жүйенің импульсы сақталынады дегенде.
Брондық қозғалыс дегеніміз не? Сұйық және газдардағы ұсақ қатты бөлшектердің ретсіз қозғалысы, яғни бөлшектердің қозғалысы ретсіз болады. Ретсіз деген бір ережесі жоқ. Басы сауғалап, қайда барса сонда жолында кім кездессе соған соғып, бағытын өзгертіп жүре береді. Осындай қозғалысты брондық қозғалыс деп атайды екенбіз. Енді молекулаларға, газдарға келетін болсақ, заттарға. Қатты сұйық және газдардың құрамына енетін бөлшектердің санын өлшеуге зат мөлшері деп атаймыз. Негізі көбінесе мөлшердеп қалыптасып қалған массасы немесе көлемін білдіреді. Бұл жерде зат мөлшері деп те айтуға болады екен. Зат мөлшері дегеніміз кішкентай v деген символ қолданамыз. Ол m, яғни масса бөлінген мю дейміз. Мю деген мольдік масса, дененің мольдік массасы. Немесе заттық мөлшерді басқаша да есептеуге болады екен. Молекуланың саны бөлеміз Авогадр санына. Авогадр саны не деген, онға кейінірек жауап береміз. Осы екі түрлі формуламен массаны мольдік масса бөлу арқылы немесе молекуланың санын Авогадр санына бөлу арқылы заттың мөлшерін есептеуге болады екен. Заттың мөлшерінің өлшем бірлігі ол моль болып саналады. Ұмытпаңыздар, мына жерде берілген моль. Мысалы, есептер шығарып көрейік. Бірінші есеп. 500 моль көмір қышқыл газының массасын анықтаңыз дейді. Яғни біз білеміз, заттың мөлшері тең болады масса бөлінген мольдік масса. Осы жерден массамыз тең болады зат мөлшері көбейтілген мольдік масса. Сол кезде моліміз біздің 500 моль, көбейтеміз мольдік масса, ол мольдік масса 44 10-ның минус 3 дәрежесі. Осы жерден жауабымыз 22 килограмм. Жауабымыз С болады екен. Екінші есеп 44 грамм құрамында молекулалар саны дейді. Яғни бұл жерде массасы берілген, мольдік масса берілген, молекуланың санын табу керек. Естеріңізде болса, заттың мөлшері масса арқылы жазуға болады, немесе молекуланың саны арқылы жазуға болады. Осы жерде молекуланың саны тең болады. Массасын бөлеміз мольдік масса, көбейтеміз Авогадрға. Осы теңдеуден осындай нәтиже шығады. Осыны енді есептейміз. Массасы 44 грамм. Мольдік масса килограмм арқылы берілген. Біз оны грамм арқылы жазатын болсақ, ол да 44 болады. Көбейтеміз Авогадр саны. Авогадр саны 6. 100-ден 2, 10-ның 23 дәрежесі. 44 қысқарады. Молекула саны Авогадр саны тең болады екен. Яғни жобамен 6, 10-ның 23 дәрежесі жауабы Е нұсқасы екен. Газдың концентрациясы дегеніміз не? Ол белгілі бір көлемде қанша молекула бар екенін білдіреді. Яғни қарапайым теңдеу, бұны жаттаудың да қажет жоқ. Мағынасын білсеңіздер жазуға болады. Молекуланың санын бөлеміз көлемге. Осы 1 сантиметр кубта немесе 1 литрде қанша молекуланың орналасқанын білдіретін физикалық шама. Газдың концентрациясы дейміз. Бағана жоғарыда айтып кеткен Авогадр тұрақтысы. Авогадр тұрақтысы дегеніміз 1 мольдің ішінде немесе 1 мольде қанша молекула болатынын көрсететін физикалық шама. Универсалды газ тұрақтысы. Бізде бұл тұрақты көп қолданамыз. Алдымызда формулаларда көп кездеседі. R тең болады 8,121. Бұның физикалық мағынасы 1 моль идеал газды, яғни бір газ бар дейік, 1 моль мөлшеріндегі, соның температурасын 1 кельвинге өзгерту үшін бір энергия керек қой. Сол энергияны білдіреді екен. 1 моль газды 1 кельвинге температурасын өзгерту үшін жұмсалынатын энергия екен. Энергия мөлшері. Енді идеал газ. Идеал газ деп
газ молекулаларын материалдық нүкте ретінде қарастыруға болатын және олардың бір-бірімен әсерлесуі жоқ өз араларында серпімді соқтығысатын газды айтамыз. Бағана айтып кеттік, молекулалар бір-бірімен атомдар соқтығысады, алыста бір-бірін тартады, жақындағанда тебеді деп айттық. Соны ескермесек, яғни әсерлеспейді деген сол. Бірін-бірін тартпайды, бірін-бірін итермейді және оны көлемін өте кішкентай, яғни жоқ нүкте деп есептейтін болсақ, және олар бильярд шарлар сияқты бірін-бірімен серпімді соқтығысатын газдар болса, бұны аты идеал газ деп атайды екенбіз. Оның арнайы атауы бар, идеал газ деп. Яғни нүкте ретінде қарастырамыз, әсерлесуін есептемейміз, күш әсерлесуі және соқтығысуларын серпімді деп есептейтін болсақ, мұндай газдар идеал газ деп атайды екенбіз. Идеал газ үшін молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі ол қысым. Қысым 1/3 бір молекуланың массасын көбейтеміз концентрацияға, көбейтеміз орташа жылдамдықтың квадратына. Бұл теңдеу қайдан шықты? Әрине, бұны мен қазір сіздерге түсіндірмеймін. ОБТ дәрежесінде оны сұрамайды. Бірақ білулеріңіз керек. Жаңа жоғарыда айттық, идеал газ ол серпімді соқтығысады, яғни бильярд шариктер сияқты бір-біріне соғып, бағытын өзгертіп, ары қарай қозғалыстарын жалғастырады. Молекулалар бір қабырғаға соққан кезде бағытын өзгертеді. Яғни оған бір қосымша импульс беріледі, немесе молекула қабырғаға импульс береді, бір күш береді. Ол күш дегеніміз бір қысым тудырады. Сондай есеппен осы жерде берілген теңдеуді есептеп шығаруға болады екен. Яғни молекулалардың соқтығысуынан пайда болатын қысым деп айтсақ. Біріншісі жылдамдық арқылы берілген, екіншісі бір молекуланың орташа кинетикалық энергиясы арқылы жазылған. Бұны негізінде жаттап алу керек. Көп есептер тек қана осы бір форманы қолдану арқылы шығатын есептер. Енді қараңыздар, бұны басқаша түрде де жазуға болады. Қысым тең болады 1/3 бір молекуланың массасы концентрация көбейтілген орташа жылдамдықтың квадраты. Концентрацияны ашып жазайық. 1/3 ол молекуланың саны бөлеміз көлемге. Көбейтеміз орташа жылдамдықтың квадраты. Енді қараңыздар, М0 деген бір молекуланың массасы, оны молекуланың санына көбейтсек, жалпы молекуланың немесе газдың массасы шығады. Газдың массасын көлемге бөлетін болсақ, оны білесіздер бәріміз тығыздық шығады. Оны ρ деген әріппен белгілейміз. Сонда қысымды басқаша да тығыздық арқылы жазуға болады екен. 1/3 тығыздық, газдың тығыздығы көбейтілген орташа жылдамдықтың квадраты. Яғни біз мына теңдеуді дәлелдедік. Мына екі теңдеу негізі біреуі бір молекуланың массасы арқылы жазылған, екіншісі газдың тығыздығы арқылы жазылған. Үшінші есеп шығарып көрейік. Қысымы берілген, газ молекуласының орташа жылдамдығы берілген, газдың тығыздығы, яғни соңғы біз айтқан формуланы қолданамыз. Қысым тең болады 1/3 тығыздық орташа жылдамдықтың квадраты. Осы жерден тығыздығымыз тең болады 3 көбейтілген қысым бөлінген жылдамдықтың квадраты. Яғни 3 көбейту 3/2 килопаскаль болғандықтан паскаль ретінде жазамыз. Бөлеміз жылдамдығы 40, 40-тың квадраты. Осы жерден жауабы тең болады 6 грамм метр куб шығады екен. Килограмм метр куб. Жауабы Б нұсқасы. Келесі есеп, төртінші есеп. Егер молекулалардың қозғалыс жылдамдығын 2 есе арттырса, онда газдың қысымы. Жаңа соңғы форманы қолданамыз. Қысым 1/3 тығыздық жылдамдықтың квадратына пропорционалды, яғни жылдамдықты біз 2 есе арттырсақ, онда квадраты тығыздығы 4 есе артады. Тығыздығы 4 есе артады. Жауабы А нұсқасы. Идеал газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы. Жаңа жоғарыда айтып кеттік, қысым орташа квадраттық жылдамдығы.
Неге орташа дейміз? Өйткені молекуланың сандары өте көп, сондықтан әрқайсысының жылдамдығы өзгеше болуы мүмкін. Сондықтан біз орташа жылдамдықты қолданамыз. Ол берілген, бұл теңдеуді де жаттап алу керек. Бұның дәлелдеудің қажеті жоқ, өйткені ұбт-да оны сұрамайды. Жылдамдық түбірасты 3 көбейтілген R, яғни тұрақты газ тұрақтысы көбейтілген температура бөлеміз мольдық масса. Ұмытпаңыздар, физика есептерінде температураны біз кельвин өлшем бірлігін қолданамыз. Әрқашанда кельвин, яғни кельвин естеріңізде болса, кельвинге ауыстыру үшін Цельсиус градусты қосамыз 273-ке. Кельвин қолданамыз әрқашанда. Есеп шығарып көрейік. Азот молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы берілген, температурасын анықтаңыз. Бұл жерде бірінші теңдеуді қолдануға болады. Жылдамдық тең болады түбірасты 3RT бөлінген мольдық масса. Осы жерден температурамыз тең болады. Жылдамдықтың квадраты көбейтеміз мольдық масса бөлеміз 3R. Жылдамдығымыз 830-дің квадраты көбейтеміз мольдық масса граммен берілген екен. Си жүйесінде, халықаралық стандарт жүйесінде біз килограммен жазуымыз керек. Яғни 28-10-3 дәрежесі бөлеміз 3 көбейтілген 8,31. Осы жерден жауабы жобалап шығады. 774 кельвин шығады екен жобамен. Жауабы С нұсқасы. 6-шы есеп. Идеал газды қыздырғанда молекулалардың орташа квадрат жылдамдығы 4 есе артады. Газдың абсолюттік температурасы. Енді қараңыздар, соңғы есепте температура мен жылдамдықтың арасында мынандай байланыс таптық. Яғни температура, абсолюттік температура жылдамдықтың квадратына тәуелді екен. Пропорционалды. Жылдамдық 4 есе артса, онда температура 16 есе артады. Екен квадраты ғой. Жауап Б нұсқасы болып табылады. Газ молекуласының кинетикалық энергиясы мен температурасы арасында байланыс. Бағана жоғарыда алдында біз қысымды бір молекуланың орташа кинетикалық энергиясы арқылы жазылған көрсеттік. Енді осының формуласы неге тең екені міне осы жерде көрсетіледі. Бір молекуланың орташа энергиясы кинетикалық екен, қозғалыста ғой. Қозғалыста болғаннан кейін оның кинетикалық энергиясы бар. Оны температура арқылы жазылады екен. 3 бөлінген 2 К деген бұл жерде бұл да тұрақты, Больцман тұрақтысы. Ол R бөлінген Авогадро санына тең. Көбейту температура. Осы біздің бір молекуланың орташа кинетикалық энергиясы болып табылады екен. Бағана алдыңғы бетте жазылған қысымға әкеліп орналастыратын болса, соңында қысым тең болады НКТ деген формула шығады екен. Яғни қысқаша жазатын болса, НКТ деген формула шығады екен. Қысым, бұны білесіздер, концентрация, Больцман тұрақтысы, температура. ПНКТ. П тең болады НКТ. Қысым тең болады концентрация, көбейтеміз Больцман тұрақтысына, көбейтеміз температура. Яғни байқап отқаныңыздарыңыздай қысымды әртүрлі формуламен өрнектеуге болады екен. Жылдамдыққа байланысты жазуға болады, тығыздыққа байланысты жазуға болады, орташа кинетикалық энергия арқылы жазуға болады. Міне тағы да температура арқылы өрнектедік. Есеп шығарып көрейік. 7-ші есеп. Егер аргон газының температурасы берілген болса, онда оның атомның орташа кинетикалық энергиясы дейді. Естеріңізде болса, орташа кинетикалық энергия тең болады 3 бөлінген 2 КТ. Әрине температура кельвин арқылы жазылу керек. 273 градус, ол тең болады кельвин арқылы 273, 27. Осы 273, ол тең болады 300 кельвин екен. 273
Цельсиус деген ол негізі 300 кельвин. Біз формулада әрқашан кельвин қолданамыз. 3 бөлінген 2 көбейтілген 1,38 10 минус 23 көбейтеміз 300. Көбейтеміз 300. Осы жерден бізде жауап шығады. 621 оның минус 23 дәрежесі. Бұл энергия болғандықтан кейін жол шығады. Жауаптарын қараймыз. 621 деген 6-да 21 оның минус 21 деп жазуға болады бұны. Д нұсқасы болып табылады. Енді газдардың заңдарына келейік. Идеал газдың күй теңдеуі немесе Менделеев-Клайпейрон деп аталады. Бұл осындай сұрақтарда бар. ОБТ-да дәл осылай сұрайды. Менделеев-Клайпейрон теңдеуін көрсетіңіз. Ол неге тең екен? ПВ мю РТ. Қысым көбейтеміз көлемге тең болады. Мөлшері заттың көбейтеміз ар тұрақтысына, көбейтеміз температураға. Бұл өте танымал. Бағана айтып өткенімізде мөлшерді ол масса арқылы жазуға болады, немесе молекуланың саны арқылы жазуға болады. Басқаша түрде, мынандай түрде де жазуға болады екен. Бұл өте көп кездесетін теңдеу. Бұны міндетті түрде жаттап алу керек. Есеп шарт көрейік. Мольдік массасы берілген, температурасы берілген, қысымы көлемі де берілген, газдың массасы. Массасы арқылы жазатын теңдеуіміз ол мынау. Мольдік масса РТ. Осы жерден массамыз тең болады. Қысым, көлем, мольдік масса көбейтеміз, бөлеміз ар тұрақтысына және температураға бөлу керек. Қысым 150 килопаскаль, паскаль арқылы жазамыз. Көлем 34-те 6. Мольдік масса 4 оның минус 3 дәрежесі килограмм арқылы жазамыз. Өйткені стандарт 8-де 31, температурамыз 500. Осы жерден жауабы 5 килограмм шығу керек. Бұл нұсқасы дұрыс болып табылады. 5 килограмм жобамен өте жақын сан шығады. 9-шы есеп. 20 градус Цельсийде сынаптың қаныққан буының тығыздығы берілген. Осы температурадағы бу қысымы. Тығыздық берілген, температурасы берілген. Қысымды табу керек. Яғни мен ПВ масса арқылы жазайын. Мольдік масса бөлінген РТ. Егер екі жағында мен көлемге бөлетін болсам, мынандай теңдеу шығады. Масса бөлінген көлем, мольдік масса РТ. Енді мынаны байқаған шығарсыздар. Масса бөлу көлем ол бізде тығыздық болып саналады. Ро дейміз. Сондықтан мына түрде жазуға болады екен. Қысым тең болады. Тығыздық РТ бөлінген мольдік масса. Осылай жазуға болады екен. Сонда қысым тең болады. Тығыздығы берілген. Бізде грамм арқылы берілген екен. Мольдік массында мен грамммен қолданайын. Сол кезде екеуінде килограммға ауыстырудың қажеті қалмайды. Тығыздық 0,2 көбейтеміз 8-де 31. Температурасы 200 Цельсиус ол 293 кельвин болады. 273 қосатын болса. 293 бөлеміз мольдік масса 200. 200 болады. Осы жерден жауабы 0,24. 0,24 жобамен жауабасы Д нұсқасы болып табылады. Енді изопроцестерге келейік. Негізі 3 түрлі изопроцесс бар. Температура тұрақты болған кезде, қысым тұрақты болған кезде, көлем тұрақты болған кезде бұл үшеуін көп оқушылар бөлек-бөлек жаттап жатыр. Негізі қажеті жоқ. Өйткені оның барлығы бағанағы біз білетін бір заңдылықпен, бір формуладан пайда болады. Біріншісін көрейік. Изотермиялық процесс, немесе оны Бойл-Мариот заңы дейді. Бұл қандай процесс? Егер температура тұрақты болған кезде. Яғни Т констант деп атаймыз. Т констант температура тұрақты болған жағдайда.
Енді қараңыздар. Мына теңдеуге қарайық. Егер газдың мөлшері өзгермесе, ыдыстың ішінен газ шығып кетпесе, немесе қосымша бір газ қосылмаса, мөлшері тұрақты болса, ол әрқашан тұрақты, температурасы өзгермеген жағдайда қысым мен көлемнің көбейтіндісі тұрақты болу керек. Міне, ол берілген. Яғни ол мынаны білдіреді. Мысалы, бірінші күйдегі қысымын көбейтеміз бірінші күйдегі көлеміне, ол тең болады екінші күйдегі екінші жағдайда қысымы мен сол кездегі көлемнің көбейтіндісі тең болады. Бұны график арқылы түсіндіруге болады. Мысалы, PV графигін сызатын болсақ, PV графигін бұл кезде бізде тәуелдік мынандай болады. Мынандай сызық көрсеңіз, демек бұл изотермиялық процесс деген. Ұмытпаңыздар, немесе график, басқа графиктерде сызуға болады. Қысым мен температураға тәуелді, немесе көлем мен температураға байланысты тәуелді графигін сызуға болады. Т өзгермегендіктен біз мынандай график сызуымыз керек. Температура өзгермейді. Есеп шарқ көрейік. Көлемі 0,2 метр куб баллонның ішіндегі ауаның қысымы берілген. Осы баллонның көлемі 0,6 метр куб бос баллонмен қосылғанда тұрақты температурада осы ыдыстарда орныққан ауаның қысымы. Енді қараңыздар. Бұл температура тұрақты процесс, изотермиялық процесс, демек мына теңдеуді қолданамыз, Бірақ қараңыздар, бұға басқа бір баллонды қосады. Демек, жалпы көлемі не болады? Мына жерде мен V2 деп жазған, негізгі ол 0,02 қосылған 0,06 болады. Өйткені қосымша қосады. Баллон, газ екі баллонның ішінде толтырады. Демек, жалпы көлемі осы болады. Қысым әрине белгісіз. Бастапқы қысымы 4,5 дәрежесі, көлемі 0,2. Осы жерден қысым тең болады 8,3 дәрежесі бөлеміз. Мына жерде 8 шығады, 8,2 дәрежесі. Демек 5 дәрежесі шығады, басқа. Жауабы А нұсқасы болып табылады. Екінші процесс изобарлық процесс, немесе оны Гей-Люксак заңы дейді. Изобар деген қысымның тұрақты болған кезі. Яғни біз білетін PV μR-ді жазатын болсақ, қысым тұрақты, мөлшері мен R тұрақты. Демек, біздің көлеміміз температураға тәуелді екен, тура пропорционал. Немесе былай жазсақ болады, V бөлінген Т тұрақты. Оны да көріп отырсыздар, бұл жаңа теңдеу емес, жоғарыдағы бәріміз білетін теңдеуден шығып отыр. Яғни көлемді температураға бөлген кезде, немесе қатынасы әрқашан тұрақты болу керек екен. Бұны әрине график арқылы түсіндіруге болады. Мысалы, Т болуы мүмкін, сосын көлем температура. Бұл жерде қысым тұрақты болғаннан кейін, мына жерде қысым өзгермейді, горизонталь сызғыстамыз. Мына жерде, мына теңдеудің V бөлу Т тұрақты болу үшін, оған сәйкес келетін график мынау болып табылады. Түзу сызық, бұрыш жасай, түзу сызық көлбеулік. Есеп шарқ көрейік. Қысым тұрақты болғанда газдың көлемі 2 есе ұлғайса, газдың температурасы. Енді біз жаңа білеміз, көлем температураға тура пропорционал. Немесе мына теңдеуді де қолдансақ болады. Осы жерде түсінікті. Көлем көбейген кезде температурада көбею керек. Сонда 2 есе ұлғайса, температурада 2 есе артады. Жауабы Б нұсқасы. Тағы бір есеп шарқ көрейік. 273 Цельсиус температурада газ 2 метр куб көлемде алып тұрады. Сол қысымда және температурасы 546
Цельсиус температурада газ көлемі дейді. Яғни бұл жерде сол қысымда деп тұр. Демек қысымы тұрақты. Мына теңдеуді қолдана аламыз. Изобарлық процесс өткені. Температураны кельвин арқылы жазуымыз керек әрине. 273 дегеніміз ол кельвин арқылы тағы да 273-ті қосуымыз керек. Сол кезде 546 болады. Кельвин. Ал 546 оған 273-ті қосатын болсақ, 546-ға ол шығады 819 кельвин екен. Енді мына теңдеуімізге оралатын болсақ, бастапқы көлемі 2, алғашқы температурасы 546 кельвин, көлемі белгісіз, температура 819 болады екен. Осы жерден көлем тең болады 2 көбейту 819 бөлеміз 546. Осы жерден жауабы шығады 3 метр куб екен. Жауабы бұл жерде Б нұсқасы. Изохорлық процесс, изохорлы немесе Шарль заңы дейді. Изохорлы деген көлемнің тұрақты болған жағдайды айтады. Яғни ПВ-РТ теңдеуіне қайтадан оралатын болсақ, көлемі тұрақты болса, мөлшермен R тұрақты болса, қысымның көрініп тұр. Бұл теңдеуде температураға тура пропорционал екен. Яғни P1 бөлу T1 тұрақты болады. Есеп шығарып көрейік. 13-ші есеп. Бұны да бағанағы жоғарыда изобарлық процесс сияқты температура график арқылы сызуға болады. PV, VT, тағы да не қалды? PT. Бұл жерде V тұрақты болғаннан кейін бұлай болу керек. Және мына жерде P бөлу T тұрақты болғаннан кейін мынандай байланыс болады екен. 13-ші есепті шығарып көрейік. Жабық ыдыстың ішінде газ қыздырылады. Бұл бір жабық ыдыс. Қараңыздар, жабық ыдыс деген көлемнің өзгермейтінін білдіреді. Яғни бұл изохорлық процесс. 14-ші есеп графикте берілген процесстер дейді. Біріншісінде қараңыздар. Мынау температура өзгермей жатыр. Мысалы, мына жерде 100 кельвин болсын. Процестің басында да, соңында да 100-ге сәйкес келеді. Бұл изотермиялық процесс. Бірінші график, екінші графикте мынау біздің PV тұрақты деген тәуелділікті білдіреді. Мына сызық, демек бұл да температура тұрақты кезде қолданатын жағдай. Яғни екі жағдайда изотермиялық процесс. 15-ші есеп графикте берілген процесстер. Мына жерде көрініп тұр, көлем өзгермейді. Мына жерде де көлем өзгермейді. Екі жағдайда да изохорлық жағдай Д. 16-ші есеп ВТ, яғни көлем температура диаграммасы берілген. Бірінші, екінші, үшінші күйлерге өткенде идеал газдың процестерінің графиктері келтірілген. Бұл процестер. Қараңыздар, 1 мен 2-нің арасы түзу сызық. Көбеуге жазық, альфа жазықтан альфа бұрыш жасап, бірақ түзу сызық. Бұл бізде қысымның тұрақтылығын білдіреді. Жоғарыда түсіндіргенбіз. Бұл изобарлық. Және температурасы көтеріліп жатыр. Бірінші нүктеден екінші, мысалы, мына жерде бірдің температурасы мен екінің температурасын салыстырсаңыздар, екінің көп, яғни бұл қыздыру болып саналады. Изобарлық суыту деген бұл мүлдем қабылдауға болмайды, дұрыс емес. Екінші жағдайда 2-ден 3-ге өткен кезде көріп тұрсыздар, температура өзгермейді, яғни бұл изотермиялық. Ондай жауап С мен Д-да бар екен. А-ны сызып тастаймыз. Енді 2-ден 3-ге өткен кезде көріп тұрсыздар, 3-тің көлемі 2-ден көп. Яғни ұлғайып жатыр. Жауабы С болады. Қаныққан бу, қанықпаған бу дегеніміз не? Өз сұйығымен термодинамикалық тепе-теңдікте болатын газды қаныққан бу деп айтамыз. Яғни сұйық бар, ол жерде бу болады үстінде, сол екеуі тепе-теңдікте болса термодинамикалық, оны қаныққан бу дейді. Газ қысымы қаныққан бу қысымынан төмен болса, онда газдың қанықпаған бу деп атаймыз. Газдың қысымы, яғни будың газдың қысымы бу қысымынан төмен болса, онда оны қанықпаған деп атаймыз. Бұны есеп шығарған кезде жақсырақ түсінесіздер.
сұйық бетіндегі бу молекулаларының концентрациясын азайтқанда сұйық бар, оның үстінде жоғары жақта бу бар, соның концентрациясын азайтсам будың, яғни газдың, будың конденсациялану жылдамдығы кемиді. Будың конденсациялану жылдамдығы кемиді. Сондықтан сұйықтың булану өсе түседі, яғни жылдамдығы. Сұйық тез булана бастайды. Су сіңген заттар осы себептен желде тезірек кебеді. Ауаның абсолют ылғалдығы, ауаның салыстырмалы ылғалдығы. Атмосфералық ауада су буының қысымы ауаның абсолют ылғалдығы деп аталады. Су буының қысымы, пар деп айтып жатамыз. Соның абсолют ылғалдығы деп аталады екен, қысымы. Фи салыстырмалы ауаның ылғалдығы деп, сол температурадағы ауаның су буының қысымы, сол бір белгілі бір температурадағы су буының қысымын қаныққан бу қысымының қатынасы, яғни пайыздық түрде есептейтін болса, оны 100%-ға көбейтуіміз керек. Соған тең екен салыстырмалы ауа ылғалдығы. Мына теңдеу. Бұған да көп есептер кездесе бермейді, бірақ білген жөн. Бір есеп шығарып көрейік. Ауаның температурасы 20 Цельсиус. Ауаның салыстырмалы ылғалдығы, яғни 20 Цельсиустағы ауаның салыстырмалы ылғалдығын табу керек. Фи тең болады 20 градустағы қысымды табу керек, оны қаныққан қысымға бөлуіміз керек және 100-ге көбейтуіміз керек. Енді қараңыздар. 20 градустағы қаныққан будың қысымы берілген 2333 паскаль. Енді 20 градустағы су буының қысымын табу керек. Ол біз білеміз, шық нүктесіндегі қаныққан будың қысымына тең. Яғни сонда жауабымыз бізде не болады? 1226. Бұл шық нүктесі болып саналады. 10 градус сол кезде қаныққан будың қысымы. Шық нүктесіне қаныққан будың қысымы мен су буының қысымы бірдей болады. Сондықтан осыны қолданамыз. Бөлеміз 2333. Бұл 20 градустағы қаныққан будың қысымы, көбейтеміз 100%-ға. Осы жерден жауабы шығады. Екеуінің қатынасы және 100-ге көбейтетін болсақ, жауабымен 53% шығады екен. А нұсқасы.